Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ, сонымен қатар көтеріліп шығатын нанның рецептін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерде де дәл осылай шығатынына сенімдімін. Алдымен шұңқыр ыдысымызды алып, оның үстіне жылы сүт, жылы суымызды құйып аламыз. Енді сүтіміздің үстіне 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қант саламыз және сұйық май құямыз. Сұйық майдың жарты бөлігін ғана құйып, жарты бөлігін алып қаламыз және 1 шай қасық құрғақ дрожж саламыз. Енді қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Қамырымыздың июін қандырып, жақсылап илейтін боламыз. Сол кезде біздің нанымыз көтеріліп, әдем болып шығады. Енді алып қалған сары майымыздың жарты бөлігін құйып, тағы да жақсылап илеп аламыз. Сұйық майды қамырымызға сіңдіріп, жақсылап 10-15 минуттай тағы да илейтін боламыз. Мінекей, осымен біздің қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерде қалдырамыз. Мінекей, менде қамыр 2 сағат жылы жерде тұрды. Дәл осылай көтеріліп шығады. Енді қамырымызды табақтан босатып, дастарханымызға жайғастырамыз. Қамырымызды 1-2 рет илеп жіберіп, ортасынан теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Дәл осы рецепттен 2 штук нан шығатын болады. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ, себебі біздің қамырымыз дастарханға немесе қолымызға мүлдем жабыспайды. Енді 2-ге бөлгеннен кейін қамырларымызды осылай домалақтап формаға келтіріп аламыз. Қарасаңыздар, мінекей қамырларымыз өте жұмсақ, дәл осылай иленуі қажет. Барлығын видеодағыдай жасаңыздар. Енді 2 қамырымызды домалатып, нанның формасына келтіреміз. Дәл осылай видеодағыдай қолымызбен созып, ортасын жұқартып, шет-шетін осылай домалатып шығамыз. 2 қамырымызды да дәл осылай видеодағыдай нанның формасына келтіріп шығамыз. Бізде үлкенірек көлемдегі нан шығады. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, нанымызды орналастырып, тағы да кішкене созыңқырап, дәл осылай формаға келтіріп аламыз. Енді осы дайын болған нанымызды бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Біздің нанымыз сол кезде тағы да көтерілетін болады. Мінекей, менде нан 15 минут тұрды. Қарасаңыздар, көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді шет-шетін осылай домалатып шықтым. Нанның ортасына әсемдік үшін осылай шанышқымен өрнектер салып шықтым. Немесе сіздерде арнайы форма болса, сонымен бастаңыздар болады. Менде жоқ болғандықтан осылай шанышқының көмегімен осындай өрнектерді салып шықтым. Бұлай жасау міндетті емес. Мінекей, менікі дайын болды. Енді бетіне әсемдік үшін күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Келесі 1 жұмыртқамызды алып, осылай нанымыздың бетіне жағып шығамыз. Келесі дайын болған нанымызды қызып тұрған пешімізде 250 градуста 10-15 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей, нандар пісіп шықты. Қарасаңыздар, өте жұмсақ әрі көтеріліп шыққан. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан 1 реттен жасағаннан шығатын рецепттерді таба аласыздар. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.